Есімім Айман Абдиева. Айман Абди қазақ бренд балалар сәнінің негізін қалаушысымын. Қазіргі таңда студентпін, MBA-дің бірінші курсын бітірдім. 10 жылдан бері бухгалтерлік қызметті де алып жүрмін. Сонымен қатар соңғы 4 жылда толыққанды кәсіпкермін. Сонымен қатар көп балалы анамын, 4 балам бар, жасым 33-те, тұрмыстамын. Қазаққа нақыштағы киім үлгілерін бастаған кезде шабытты берген сол 4 балам. Негізі 3 жылды болып жүрген кезде 3 балам бар. Сол кезде қыздан сап жүрген кезде басталған идея десек болады, сол кездегі жоба десек болады. 3 жылдан кейінгі қыз айрықша тәтті болады екен. 4 жылдан кейін барып көтердім. Сол қызға деген, тумай тұрған қызға деген махаббаттың әсері ма, білмеймін, неше түрлі көйлектерді дайындап, көйлегім шәтім осындай көйлектерді кисе ғой деген арман болған. Мен сол балаларға деген махаббаттың, сүйіспеншіліктің арқасында осындай балалар сән үйін аштық десек де болады. Неге қазақы нақыш дейсіздер ғой? Әр істің өзінің бір маңыздылығы, мәні, сәні болады. Қазақы нақыш өзінің қазақтың бір ұлттық мәдениетіне деген махаббат ерекше. Бір қараған кезде бір салмағы бар сияқты. Жасап жатқан ісіңнің бір салмағы бар сияқты көрінді да. Сонымен қатар сен тек қана өзіңе ұнаған нәрсені емес, бүкіл жаңағы қазақ халқын қамти алатындай бір әсерде болдым мен. Осы қазақы нақышты таңдап, именно осындай бір узкая специальность деген болады ғой, узкая ниша. Сондықтан шығар. Біз алды-артты да бүкіл заттар тіге бермейміз. Тек қана сол балаларға арналған міндетті түрде қазақы нақыштағы бір элементі болатын дүниелерді жарыққа шығарып жатырмыз қазір. Негізі кәсіп басталған кезде бухгалтериямен параллельно жүргендіктен маған онда қатты қиын болған жоқ. Bir жан дүниемнің қалауын орындадым. Сөйтіп дамып, сөйтіп жәйменде өсіп келе жатқан жоба болғандықтан қиналдым деп айта алмаймын. Бірақ осы жақында жарты жыл бұрын толыққанды мен осы ательемен айналысам дегеннен бастап неше түрлі қиындықтар басталды. Ең біріншісі бізде шикізаттың қымбат болуы, қол жұмысының қымбат болуы, соның өзінде де қазақы нақышты әрбір кішкентай баланың гардеробында табылсын деген ниетпен бағаны максимально ұстап тұрамыз. Бірақ соның өзінде де кейбір жұрттардың қалталарына қиын түсуі мүмкін. Соны да уайымдаймыз негізі. Қиындықтар көп негізі. Адамды таңдаған кезде, теңізшілермен жұмыс жасаған кезде де, клиенттермен де араласқан кезде де түрлі сондай тежегіштер болып тұрады өмірде. Бірақ соған қарамастан алып жатқан, MBA-де алып жатқан білімдер мысалы біраз көмектеседі. Адаммен жұмыс жасағаннан кейін барынша клиенттің көңіліне шығуға тырысамыз. Барынша клиент ориентированность, конкурентная способность, сервис барлығына көңіл бөліп, соның баршасын бүйтіп бірдей алып жүру де оңай емес негізі. Оғанда да білім керек, соған үзбей үздік білім алатынымыз мүмкін содан шығар деп ойлаймын. Айман ханым, Алма.io деп жатсыз ғой, MBA-ге қалай шешім қабылдадыңыз оқуға түсуге? Негізі MBA-де оқу менің 2017 жылдан бері келе жатқан арманым. Ортамда ақылды адамдарға, білімді адамдарға толтыру енді әрбір көзі ашық адамның ниеті шығар, мақсаты шығар. Сондықтан бірінші білімді мен Алматыдан алдым, Сәтбаев университетінде. Одан кейін осы Қорқыт Ата университетінде екінші білімімді алдым, бухучет аудит бойынша. Одан кейін осының үшінші жоғары білімім магистр бизнес администрирование. Бұл енді өзімнің кәсібіме, жұмысыма керек. Тек жұмыста ғана емес, кәдімгі адамның жеке басындағы потенциалын ашу үшін керемет мүмкіндік. Сондықтан біз Алма.io-дің представителі біздегі Ақмарал Тоқмұрсиевамен бірге біраз жылдан бері таныспыз. Қазірде достығымыз артып жатыр. Осы MBA-ға келгеніме еш өкінбеймін. Өйткені расымен де өмір MBA-ға дейін және кейін бөлінетіні ол шын екен. Яғни тек қана құжат, диплом үшін ғана емес, рухани баю үшін де көп жағында көмектесті. Кәсіппен айналысқалы жеке өміріңізде, отбасыңызда қандай өзгерістер болды? Қалай әсер етті сізге жалпы кәсіпкер болу? Кәсіпкер болу қазіргі таңда менің ойымша қиын сияқты.
өйткені бар жағын қамту керексіз. Семьяны да, кәсіпті де, жұмыстағы қызметкерлеріңді де деген сияқты. Жеке өміріме, отбасыма жақсы әсерін тигізді десем болады. Себебі балалар ата-анасының кішкентай кезінен бастап ата-анасының еңбек етіп жұмыс істегенін көреді. Баланың тәрбиесіне оң әсерін тигізді десек болады. Мысалы, мына ательені бастағалы бері ремонттық жұмыстары бар, майда-шүйда жұмыстары бар. Екінші ұлым келіп сыпырып полын жуса, үлкен ұлым келіп жаңа мусорларын төгеді деген сияқты. Бірлесіп отырып, ойнап күліп отырып жұмыс істейміз. Отбасының беріктігіне де оң әсерін тигізді десек болады. Жолдасым барлық жаңағы технический жұмыстардың барлығы соның мойнында. Айман ханым, 5 жыл бұрынғы Айман мен қазіргі Айманның қандай айырмашылығы бар? Айырмашылық өте үлкен. Аспан мен жер деп айта алмаймын, енді бірақ 5 жыл бұрынғы Айманның біраз арманы орындалып, мақсаттарына жетті десем болады. Сол кездегі Айман қазіргі Айманмен мақтан тұтса да болады. Арман негізгі үлкен мақсатым бар кезде таңғы 7-де ояну дым да қиын емес екен. Ұйқыны жеке өз басым жақсы көремін, бірақ дейтін мынау Айманам же қазақ бренд деген маған бір үлкен мақсат, үлкен әлемдегі аренаға шығару деген мақсаттарым бар. Қорқынышты армандар, бірақ дейтін ойлаған кезде прям денең түршігетіндей ғой. Сондықтан арман қолаған адам, мақсатқа жетем деген адам әрқашанда өзінің бойынан бір күшті қуатталатын сияқты. Сол Айманға не айтар едіңіз? 5 жыл бұрынғы Айманға айтарым: арманың әсен? Арманың әсен. Арманға негіз сену керек. Мен мүмкін бұрынғыда көптеу қорыққан шығармын. Көптеу қорқып, кейбір уақыттарды толыққанды пайдалана алмаған шығармын. Сол себептен ең бастысы қорықпау керек. Ең бастысы қорықпау керек. Алланың қалауымен, егер ниетің түзу болса, арманың анық болса, оған жету Құдай өзі жолын ашып береді деген сияқты. Ал енді қазіргі таңда, мысалы, көріп отырған, Инстаграм қарап отырған, армандарын тек қағазға немесе ойында, миында сақтайтын, үйдегі тіршіліктен шыға алмайын деген сияқты көп сылтау айтатын қыз келіншектерге не айтасыз? Білмеймін, мен мысалы бір нәрсені бастайтын кезде ой келді ма, мен понедельникті күтпеймін. Ой келді ма, аптаның бас жағын, жылдың басын күтпеймін. Сол моментте, сол шабытпен барынша жасауға тырысамын. Сол шабыт бір-біріне айналып, ары қарай алып кетсе, значит, это ваше. А если тоқтап қалса, тәуекел, басқа арман келеді, басқа ой келеді, басқа идея келеді. Сол келген кездегі шабытты пайдаланып қалуды ұсынар едім қыз келіншектерге. Рахмет сізге, көп шығармашылық, көп жетістіктер тілеймін сізге. Үлкен биік шыңдарда жаңағыдай бүкіл әлемдік аренаға шығатындай, Айман Абди қазақ бренд болатындай атаққа ие болыңыз. Сіздерге де көп рахмет.